Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен ерекше дәмді тағам дайындайтын боламыз. Менімен бірге дайындауға кеңес беремін. Дәмі деген өте керемет. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауша басып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал кеттік, менімен бірге тамақ дайындаңыздар. Алдымен қайнап тұрған суымызға тұзымызды салып, спагетти макаронын қайнатып пісіріп аламыз. Суды көп құйған жоқпын. Өзі суына бұқтырылып пісірсеңіздер де болады, немесе көп су құйып пісіріп алсаңыздар да болады. Кейін суын төгіп тастай саласыздар, ал менде өз суына өзі бұғып піскен. Суын төккен жоқпын. Мінекей осылай. Қайнатып аламыз. Және қажетті заттар жұмыртқа. Дайындап аласыздар жұмыртқаларыңызды. 4 жұмыртқа қажет бізге. Мінекей осылай араластырып дайындап аласыздар. Біздің макаронымыз дайын. Арнайы ыдысымызға салып, осылай дайындап аласыздар. Үстіне 4 жұмыртқамызды құямыз. 100 грамм сүт. Және де өзіңізге ұнайтын дәмдеуіш қосасыз. Менде қара бұрыш пен паприка. Өзіңіз қалаған дәмдеуішіңізді қоса бересіз. Араластырамыз жақсылап. Дәмі кіру үшін осылай араластырып, бір 10-15 минутқа қойып қоясыздар. Тұзын көріп алыңыздар. Тұзы жетпей қалса, азырақ қосып жібересіздер. Дайын болды. Ішіне салмасына творожный сыр менде, және де үйіңізде бар аскөкті ала бересіз. Қандай аскөк ұнаса, соны алып, ішіне салып жүрсеңіздер болады. Укроп салсаңыздар болады, петрушка салсаңыздар болады. Менде петрушка. Немесе көк жуа салсаңыздар да болады. Неге араластырып дайындап аласыздар. Қазанымызды дайындап қоямыз. Ішіне осылай сливочный масло жақсаңыздар да болады, немесе сұйық май құйсаңыздар да болады. Біз жаңағы спагеттиіміздің жартысын салып аламыз осылай. Ұмытпаңыздар, бәрін салып жүрмеңіздер, жартысын саламыз. Жартысын салып осылай. Жақсылап орнықтырып, үстіне басып қоясыздар. Енді ортасына осылай
творожный сырымызды жайғастырамыз. Неге осылай жайып бір келкетіп жайып аласыздар. Үстіне қандай сырыңыз бар үйіңізде, астаты қандай сыр болса, сол сырларыңыздың бәрін қоса бересіздер. Менде үйде сол 2 түрлі сыр бар екен, соларды біреуін теркадан өткізіп, екіншісін жайқалап, осылай салып жібердім. Дәмі керемет болып шығады. Жасап көріңіздер. Оның үстінен қалған макаронымызды салып, тағы да басамыз, орнықтырып, жақсылап осылай басып шығасыздар тегістеп. Мінекей осылай дайындап, сосын орташа отта пісіріп аласыздар. Мінекей пісті. Аударып қойдым мен. Екінші беті әлі піспеген. Оны қайтадан саламыз. Мінекей бірінші беті пісіп шықты осылай. Енді екінші бетін пісіреміз. Менің сливочный маслом таусылып қалды, сондықтан сұйық май құйдым. Осылай жағып, қайтадан екінші піспеген бетін қайта салып, пісіріп аласыздар. Мінекей дайын. Дәмі өте ерекше, дәмді тағам. Қызарып әдемі етіп пісіріп аласыздар осылай. Кескенде де әдемі кесіледі екен. Кәдімгі бір пирог кескен сияқты. Өте дәмді тағам. Жасап көріңіздер. Сіздерде басқаша рецепттер болса, менің комментарий бөліміне бөлісіп кетіңіздер. Менің каналыма лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Мінекей дәмді ас. Менімен болғандарыңызға рахмет. Сіздерден жақсы комментарий, лайк күтеміз. Ас дәмді болсын, сау болыңыздар. Кездескенше.